Баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен осындай дәмді әрі жұмсақ болып шығатын екі түрлі салмамен кекс дайындайтын боламыз. Алдымен арнаға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сонда жаңа видео шыққан кезде білетін боласыздар. Ең бірінші ыдысымызға орташа 3 жұмыртқаны, шым-шым тұз және 140 грамм қантты салып, жақсылап араластырамыз. Қант ерігенше араластыру қажет. Үстіне 140 грамм сары май мен 150 грамм сүтті қосып, тағы да араластырамыз. Сұйық заттарды араластырып алғаннан кейін құрғақ ингредиенттерді біртіндеп қосамыз. 1 шай қасық қобызытқыш және ванилинді қосып, 1 рет араластырып жібереміз. Артынан 250 грамм ұнды салып, ешқандай түйнек қалмайтындай біркелкі болғанша араластырып аламыз. Нәтижесінде осындай масса шығуы қажет. Ұн әрдайым әртүрлі болып келеді. Егер де массаңыз сұйық болып кететін болса, ұнды қосыңыз. Ал егер де керісінше ұн көбірек болып кеткен жағдайда, онда кішкене сүт қосып жіберсеңіз болады. Кекстарымызды арнайы қалыптарға салып шығамыз. Шамамен 2 ас қасықтан. Егер де ішіне осындай мен сияқты салма салатын болсаңыз, онда алдымен бірінші 1 ас қасық, одан кейін салманы салып болғаннан кейін екінші ас қасықты үстіне құйсаңыз болады. Кекстарды қалыпқа құйғаннан кейін 180 градус температурада қызған пеште 25-30 минут пісіреміз. Кекстарымыз дайын болды. Менде барлығы 12 штук шықты. 4-еуі варенкамен, 4-еуін шиемен, 4-еуіне ешқандай салма салған жоқпын. Дайын болған кекстарды дастарханға ұсынарда бетіне қант ұнтағын сепсеңіздер де болады. Бұл кекстар өте дәмді, әрі нәзік, жұмсақ болып шықты. Маған әсіресе шие мен қатты ұнады. Шыны керек, бұл кекстар 1 шайдан қалған жоқ. Толықтай желініп кетті. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Егер сіздерге видео пайдалы болған болса, онда арнаға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Лайк басып, өз пікірлеріңізді жазыңыздар. Мен барлығын оқитын боламын. Келесі видеода көріскенше.